Сәлем достар, апаттар тек жер бетінде ғана болмайды, олар ғарышта да кездеседі. Бүгін мен сіздерге ғарыштағы 3 апатты айтатын боламын. Союз 11 апаты. Союз 11 апаты ғарышкерлер өздерінің жұмыстарын сәтті аяқтап, жерге қайтып оралып келе жатқанда орын алды. Экипаж капсуласынан қысым кетіп, экипаждағы 3 ғарышкер де мерт болды. Апат 1971 жылдың 31 маусымында орын алды. Ғарыш кемесі жерге жеткесін, адамдар 3 ғарышкердің өлі денесіне тап болды. Челленджер апаты. Челленджердің апаты ақш-тағы өліммен аяқталған оқиға болды. Ғарыш бағдарламасы 1986 жылдың 28 қаңтарында болған. Ғарыш кемесі Челленджер өзінің ұшуынан 73 секундта бөлініп, борттағы экипаждың барлық 7 мүшесін өлтірді. Бортта болғандар: Грегори Джаровис, Криста МакАулиф, Рональд Макнайр, Эллисон Онизука, Джудит Ресник, Дик Скоби, ал Майкл Смит ғарыштағы алғашқы ұстаз болуға тиіс еді. Minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. Колумбия апаты. 1 ақпанда таңертең Колумбия СТС-17 шаттл экипажы сәтті ғарыш миссиясынан оралып келе жаттырды. Атмосфераға кіру алдымен штатты режимде басталды. Алайда аппараттың сол қанатының температура датчигі ұшыруларды басқару орталығына аномаль көрсеткіштерді жіберді. Кейін кеменің гидравликалық жүйесінің 4 датчигі минимумнан түсіп кетіп, 5 минуттан кейін кемемен байланыс мүлдем жоғалды. ОБО қызметкерлері аппарат датчигіне не болғанына аң-таң болып білмей жатырған кезде, телеарналардың бірі отқа оранған шаттлды тікелей эфирде көрсетіп жатты. Экипаж мүшелерінің барлығы қаза тапты. Осымен видеомыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.